Хайырлы күн достар, сіздермен мен Аружан. Бүгін бауырдан котлет жасап үйренеміз. Ол үшін бізге бауыр, пияз, чеснок, сәбіз, картоп және де 200 грамм ұн, жұмыртқа қажет. Барлық қоспаларымызды мясорубкадан өткізіп алып, оған жұмыртқаны және 200 грамм ұнды қосып жақсылап араластырамыз. Қоюлығы видеодағыдай болып шығуын қадағалаңыздар. Және де қара бұрыш пен тұзды қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Қызып тұрған табамызға сұйық майын құйып, оны қыздырып, котлетімізді домалақтап етіп 2 жағы қызарғанша қуырамыз. Менің каналыма тіркеліп алдағы уақытта дәмді тағамдарды менімен бірге дайындап үйреніңіздер. Сіздермен болған мен Аружан. Астарыңыз дәмді болсын.